Міндетті түрде дайындап көріңіз тойымды кешкі ас. Араб елінің ең танымал тағамының бірі. Қызып тұрған қазанға майымызды құйып қыздырып аламыз. Қызған майымыздың үстіне етімізді салып, жақсылап тұрып оны қуыратын боламыз. Ол қуырылып жатқанда үстіне тұзымызды, бұрышымызды салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Қуырылып жатқан етіміздің үстіне сарымсағымызды салып жақсылап қуырамыз да, оның үстіне суық құятын боламыз. Суымызды құйғаннан кейін қазанның қақпағын жауып, қайнағанша қойып қоямыз. Қолыңызда қандай заттар бар, сонымен де дайындауға болады. Менде тәтті бұрыш, картошка, морковь, кептірілген зелень, куркума, чеснок салатын боламын оған. Етіміз дайын болды деген кезде қақпағын ашып, оған морковь салатын боламыз. Содан кейін картошка, одан кейін тәтті бұрышымызды саламыз. Одан кейін куркума, кептірген зелень, чесногымызды әкелеміз де саламыз да, жақсылап араластырып қақпағын жауып қоямыз. Енді нанына кірісетін боламыз. Құрғақ табаға нанымызды екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Дайын болған нанымызға сливочный майды жағып қойсаңыздар, жұмсақ болып тұрады. Ана тұзды сумен 10 қажет болады, қаттылау қылып билеп алсаңыз. Сондай кешкі ас дайын болады. Отбасыларыңызға дайындап қуантып қойыңыздар. Бізге ас болсын, жасап көріңіздер, өте